Қайырлы күн, құрметті оқырмандар. Сіздермен бүгін тез әрі жылдам дайын болатын өте дәмі тіл үйіретін спагеттиді жасау жолымен бөлісетін боламын. Видеоны міндетті түрде соңына дейін қараңыздар. Ерінген кезде тез дайын болатын астың бір түрі. Ол үшін бізге ет керек. Кез келген етті пайдалансаңыздар болады. Тауық етін, сиыр етін немесе жылқы етін. Және де көлемі үйлеріңізде қанша адам бар, соған қарай тураңыздар. Етті соломка ет тураған дұрыс, яғни ұзынша ет турайсыздар. Қызып тұрған табаға сұйық майымызды құйып аламыз керекті мөлшерде. Менде мұнда кішкене көбірек құйылып кетті, сәл аз құйсаңыздар жеткілікті. Етімізді толықтай салып, жақсылап қуырып алатын боламыз. Ең алдымен суы шығады, сол суы тартылғанша астын кішкене басып, бетін жауып пісіретін боламыз. Және де соңында тек май ғана қалғанша жақсылап қуырамыз, тек күйдіріп алмаңыздар. Міне етіміз жақсылап қуырылды. Осы қуырылып жатқан еттің бетіне жақсылап майдалап 2 пияз орташа және де 2 тіше сарымсағымызды салып қуыратын боламыз. Астын қатты шығармаңыздар, орташа отта пиязымыз солыңқырағанша жақсылап осылай араластыра отырып қуырып аламыз. Осылай ұзынша ет турап, енді сәбізімізді бетіне салып, тағы да 1-2 минуттай қуырып аламыз. Сәбіз кішкене қуырылғаннан кейін бетіне бірденнен осындай болгар бұрышын саламыз. Кез келген түсінен сала берсеңіздер болады. Тек арасында міндетті түрде қызылы болған дұрыс. Осылай кішкене қуырамыз да бірденнен томат пастасын салатын боламыз. 1-2 ас қасық томат пастасын саламыз. Жақсылап осылай қызарғанша қуырамыз, барлығын араластырамыз біркелкі етіп. 20 секундтай қуырсаңыздар жеткілікті, немесе 30 секундта жетеді, себебі томат тез күйіп кетеді. Оттарыңыз орташа болып тұрсын. Енді салқын суымызды құямыз. Етті барлығын бірдей жауып тұруы тиіс, толықтай. Қатты көпте болып кетпесін. Міне осынша мөлшерде жеткілікті. Енді қайнағанша бетін жауып қойып қоямыз, астын барынша шығарып. Міне қайнап бастады. Осы қайнаған кезінде дәмдеуіштеріңізді салсаңыздар болады. Мен дәмдеуіштерде тек қара бұрыш және де тұз ғана салдым. Егер де еттеріңіз тұзды болатын болса, ең алдымен бірінші сорпаның дәмін көріп алыңыздар. 10 минут қайнағаннан кейін. Менде ет қатты тұзды емес болғандықтан бірденнен тұзын салдым. Бетін жауып, жай отта 20-30 минуттай қайнататын боламыз. Міне жарты сағат өтті. Тұзын дәмін көріп аламыз сорпаның. Одан кейін барып спагеттиларымызды саламыз. Осындай жұқа спагеттиларды қолдандым. 2-ге бөліп осылай саламыз. Және де жақсылап бір араластырып, қайнағанын күтіп, бетін жауып, жай отта 7 минуттай қайнататын боламыз. Жақсылап осылай араластырамыз, бір-біріне жабысып қалмас үшін. Бұл спагеттилар жұмыртқамен жасалынғандықтан бір-біріне жабыса қоймайды. Міне пісті. Бірденен ашқан кезде осындай кішкене суы көбірек болып тұрады. Егер білсеңіздер, спагеттилар көбіне ісініп кетеді. Кішкене уақыт тұрғаннан кейін сол себепті де көп салып қажеті жоқ. Мөлшерін білсеңіздер болды. Осылай жайпақ тарелкаға салып береміз. Қарапайым тамақ болса да, иісі мұрынды жарардай өте керемет болып тұр. Ерінген кезде жылдам дайындалатын тамақтың түрі. Міндетті түрде осылай жасап жүріңіздер, өте керемет болады. Бір басқаша макаронға қарағанда дәмі кішкене басқаша болады. Маған зелень қосып жеген өте қатты ұнайды, сондықтан зелень қостым. Және де өте түрін әдемі көрсетеді, аппетитный етіп. Видеом сіздерге ұнайды деген үміттемін. Міндетті түрде егер ұнаса, астына комментарий қалдырып, лайк басып кетіңіз. Және де менің каналымды жоғалтып алмас үшін подписаться батырмасын басыңыз. Ас болсын, сау болыңыз.